нәрсе өзіне қайтып келеді. Дұрыс. Келесі аяу жұмыс. Дос болсаң, берік бол, досыңа серік бол. Досыңа адал бол деген мағынада айтылады. Дұрыс. Келесі. Достарды айтады, дұшпан көздетіп айтады. Ол дегеніміз, ол дос өзімізге нақты шындықты сен қандайсың дәл сондай қылып айтады. Дұшпан сенің жамандықтарыңды жасырып, тек сенен адасу үшін сенің жақсы қасиеттеріңді ғана айтады. Дұрыс. Сапарда сапар шегіп келе жатып, әлемге келісе алмай ерегесіп қалды. Жәнібек ашуланып азаматтың кеудесінен қатты итеріп жібереді. Жәнібектің соққысы жанына батса да азамат үндемейді. Бірақ күн бетіне азамат бүгін менің жан досым кеудемнен итерді деп жазады. Содан соң сапарларын ары қарай жалғастырады. Көп ұзамай алдарынан үлкен көл кездеседі. Жәнібек жалма-жан көмекке ұмтылып, оны өлімнен құтқарып қалады. Біраз жаудан аман қалған азамат өз-өзіне келгесін орнынан тұрып, тас қойып, мынандай сөздер жазады. Бүгін менің жан досым өмірімді сақтап қалды. Жолдасының ісіне аздап таң қалған Жәнібек. Алғашқы ісіңді құмға жазып едің, соңғысын тасқа жазып жатырсың. Мұның мәнісін түсіндірші деп сұрайды. Сонда азамат, бізге біреу зиян тигізсе, істеген ісін құмға жазуымыз керек. Кешірім желі суырып, оны өшіріп жіберуге жеңіл болады. Ал біреу бізге жақсылық жасаса, оны тасқа жазғанымыз дұрыс. Қандай дауыл борандар болса да, оны ешқашан өшіре алмайды деген екен ақылды бала азамат. Біздің сабағымыздың мақсаты ертең сөздердің мән-мағынасын қолданыста. Қолданысын түсіну, яғни жаттығу барысында еріккен жүйелі сөздер және сонымен қатар шұбар сөздерді пайдалану. Қойып келісімшарттар ойлап тапқан. Мысалы, Аустралия аборигендері өздерінен үш мәрте бір затты сатып алған адамды ғана дос санап сыйласады екен. Сақтар яғни